Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге өте нәзік әрі дәмді болып шығатын шоколадты сметаниктің рецебін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ең алдымен печеньямызды ұнтақтап аламыз. Оған 2 ас қасық какао қосамыз және де жақсылап араластырамыз. Егер какао ұнамаса, какао қоспай-ақ жай ғана шоколадты печеньяны алсаңыздар болады. Араластырып болғаннан кейін ерітілген сары майымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Міне дәл осындай біркелкі қылып араластырып аламыз. Енді кремімізді дайындаймыз. Табаға қант саламыз. Крахмалды қосамыз. Тұз саламыз. 2 жұмыртқаны саламыз. Және жақсылап араластырамыз. Міне осылай біркелкі қылып араластырып аламыз. Сметананы қосып, табаны жай отқа қоямыз. Араластырып тұруды ұмытпаймыз. Массамыз ысығаннан кейін оған сары майымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Сары май ерігеннен кейін табаны оттан алып, суытып қоямыз. Енді кез келген форманы алып, фольга қағазына немесе пергамент қағазының үстіне қойып, печенье ұнтағының жартысын саламыз. Дәл осылай формаға жайып, шетін тегістеп түзейміз. Енді суыған кремімізді құйып, қалған печенье ұнтағын бетіне сеуіп, тоңазытқышқа 4-5 сағатқа қойып қоямыз. Негізінде бір күнге қойып қойсаңыздар жақсы болады. Міне біздің шоколадты сметанигіміз дайын. Осындай жұмсақ, нәзік әрі өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ұнайтынына сенімдімін. Және каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.